Рахмет әріптестер, қайырлы таң қазақ елі. Біз қазір Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің жаттығу залында тұрмыз. Рио олимпиадасындағы ауыр атлеттер сайысында қола жүлдеге ие болған Карина Горичева осы оқу орнын өткен жылы тамамдаған. Біз Каринаның ұстазы, дене тәрбиесі және валиология кафедрасының оқытушысы, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Сәдуақас Мақашұлы Шыңғысбаевпен сұхбаттаспақпыз. Қайырлы таң, Сәдуақас Мақашұлы. Қайырлы таң. Каринаның жеңісі күллі қазақ елінің, сондай-ақ сіздердің оқу орнының жеңісі. Жеңістеріңіз құтты болсын. Рахмет. Каринаның сайысын көріп отырып эфирден жеңетініне сенімді болдыңыз ба? Әрине сенімді болдық. Біз осы кафедраның жаттықтырушылары мен оқытушылары бір семьяда болып жиналып отырып көрген кезде оның жұлқа көтеруден екінші орында келеткен кезде сендік жүлделі орынға ілінетін. Кейіннен үшінші орынға келген кезде бәріміз бірдей болып, осы университетіміздің ұжымдары бірін-біріміздің хабарласып жатып, қуанып, қуаныштан шек жоқ, бәріміз риза болып, біздің түлегіміз үшінші орын алғанға өте қуанышты сезімде болдық. Біздің шығармашылық топ Каринаны әуежайдан күтіп алған болатын. Әріптестеріміз сол бейне сюжетті көрермен назарына ұсынбақ. Бірге көріп алайық, сосын әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Қандай сезімде тұрғанымды сөзбен жеткізе алмаймын. Ауыр жаттығулар, қиналған сәттерім бәрі артта қалды. Өзімді еркін әрі жеңіл сезініп жүрмін. Жанкүйер болып қолдау көрсеткендеріңізге көп рахмет. Міне спортшының қуанышына куә болдық. Енді әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ. Каринаның студент кезде спорттық қабілеті қандай еді? Жалпы оқу орнының атынан спорттық жарыстарға жиі қатысатын бе еді? 2010 жылы Талдықорған қаласында осы екі қызды көрген болатын Елисеева мен Карина Горичеваны. Бұлар Қазақстан оқушылар арасында спартакиадасының чемпионы атағын алып атқан кезде оның жаттықтырушысы Сергей Судубқа барып, осы екі қызды оқулар жалғастырып біздің университетке, қыздар университетіне келсе қалай болды деген кезде қуанып біздің университетке жіберетін мақұлдады. Кейін 2012 жылы бұлар қыздар университетінде сөз салысымен қазан айында Талдықорған қаласында өткен әйелдер арасындағы Қазақстан халықтары спартакиадасын ұтып алған кезде бізде қуанып, бұлардың біздің университетіміздің атына шығып жатыр деп екі бірдей қызымыз зілтемір көтеруден Қазақстан чемпион атағы алды. Одан кейін бұлар оққа түсіп жатқан кезде Малайзияның Пянан қаласында Карина Горичева қола жүлдегерге иеленген болатын. Ал оқуға түсіп екінші курста бол. Әлем чемпионатында жастар арасында Гватемала қаласында үшінші орынды тағы алды. Одан кейін Эквадор мемлекетінде тағы қатысып еді, бірақ та жарақаттанып қатыса алмай қалды. Одан кейін Каринаның Горичеваның үлкен жетістігі бұл біздің университетіміздің атынан шыққан дүниежүзілік студенттердің университеті Ресей қаласында өткен, Ресей Қазан қаласында өткен бүкіл дүниежүзілік университеті еді. Бұда бұл күміс медальға жеткізген болатын. Кейінірек үлкендер әйелдер арасында Азияның чемпионатында екеуі де жүлдегер атанды. Міне енді бұлар жолдама алып олимпиадаға ойындарға шыққан кезде бізге өте қуанышты сезімде болдық. Карина елге аман-есен оралды. Енді болашақта осы оқу орнында білім алып жатқан сіңілдеріне жолықтырып, бір кездесу ұйымдастыру жоспарларыңызда бар ма? Келесі салымен бұл кішкене бір аптадай демалады бұл қыз. Демалғаннан кейін осы бірінші қыркүйек күні білім күнінде өзіміздің университетке шақырамыз. Осы университетіміздің өзімізде 100-ден астам спортшы қыздарымыз бар, әр спорт саласынан. Ауыр атлетикадан бастап бізде жүгіруге дейін бар, шахмат, тоғызқұмалаққа дейін бар. Солардың қыздар бәрінің алдында кездесу өткіземіз. Кейін біз арасында Алматы қаласының спорт мектептерінен, басқа мектептерден оқушы қыздар шақырып алып, міне алдарыңызда олимпиаданың қола жүлдегері, оның алдында біздің майаманезден шыққан, солардың арасында бұл жол тастап кетіп отыр. Кейінгі осы қалған қыздарымызды да үлкен жетістіктерге, халықаралық жарыстарда, әлем чемпионаттарында шығады деп ойлаймыз.
Әлемдік додаларда бәйгенің алдын бермей жүрген қыздардың осы спорттағы жетістігінің құпиясы неде деп ойлар едіңіз? Бұның бәрі біздің осы Қыздар университетінің педагог психология факультетінің ішінде дене шынықтыру спорт мамандығының ашылуында себеп болып отыр. Себебі 100 спортшыдай қызды оқиды. Оның өзі жаңа айтып кеткенде әртүрлі спорт түрлерінен. Бұлар алдымен Майя Манезаның әлем чемпионы болған кезде бұлар қазақ қыздарының қызығушылығы өте көп болды. Мысалы, дзюдо күресі, қазір соңғы кезде қазақша күрестен де қыздар шығып жатыр. Ауыр атлетикадан үлкен жарыстарда көрініп отқан кезде бұны өздерінің жеке жаттықтырушыларының өзінің жаңағы спорттық жаттығуларына көрсетіп отқан жетістіктерінен біздің ұстаздарымыз да қызығушылық танытып, бұны оқу жағынан да және өзіміздің Қыздар университетінің ішіндегі де мына спорт базаларымыз бар біздің бірнеше спорт түрлеріне. Соның қызығушылық танытқанның арқасында бір командада жиналып, жұмылып тұрып істегеннің арқасы деп ойлаймын. Әр спорт түрінен тарта бастадық. Бұрын біз аудандық жарыстардан ғана көрінетінбіз. Қазір өзі Қазақстан төңірегінен шығып, әлемдік жарыстарға қыздарымыз шығарып жатырмыз. Сондықтан шығар әр спорт түрінің жаттықтырушылары бір-бірімен жарысып, қыздарымыз үлкен жеңістерге жетсін деген сияқты қызығушылығы өте күшті болып жатыр. Сәдуақас Мақашұлы, әңгімеңізге көп рахмет. Бәйгенің алдын бермейтін түлектеріңіз көп болсын. Құрметті көрермен, сіздер Карина Горичеваның ұстазы, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Сәдуақас Мақашұлының әңгімесін тыңдадыңыздар. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде.